Баштаймыз ғой, жеңгетай? Иә, ерке қыз, бірінші сусын ішіп алайық. О, жарайсыңдар қыздар. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Төрлетіңдер, келіңіздер. Ал ағасы, көрші елден келген сазгермен құдай қонақ болып, келіп қалған жайымыз бар. Дұрысақ. Бұл кісі ел аралап жүрген көрінеді. Өзі дарын. Сол ел ағасы деп сіздің шаңырағыңызға келдік. Бәрекелді. Тыңдалық ендеше. Иә, тыңдап көрейікші. Маған да қызық болып тұр. Ендеше, бізде Абайдың өлеңдерінен үзінді оқиық. Ай, бәрекелді. Онда мен бастайын. Жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек? Ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп күнелтпек. Аспаса ақыл қайраттан, тереңге бармас үстірттер. Қартынның ойы шарт артқан, әдеті женіп күңгірттер. Тән сүйгенім бермесе, жан шыдамас жан ашып. Бере берсен бер десе, үміт етер таласып. Малда да бар жан мен тән, ақыл, сезім болмаса, тіршіліктің несі сән, тереңге бет қоймаса. Ой, бәрекелді. Ендеше біздің қыздарға кезекті берсек. Жақсы. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалаң. Сен де бір кірпіш дүниеде, кетігін тап-табар қалаң. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға. Әділет, шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқа екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа. Алды жалың, артың мұз, барар едің қай жаққа. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес талаға. Ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Сандуғаш, енді сен айтсаң қайтеді? Есінде бар ма жас күнін? Көкірегін толық басын бос, қайғысыз ойсыз мас күнін. Кімді көрсен бәрі дос. Махаббат қызық малмен бақ, көрінушеді дос қортақ. Үміт жақын көңілақ, болар ма сондай қызық шақ. Құдай-ау қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар. Ақырын шегініп, алыстап кетті құрғырлар. Көзіме жас бер, жылайын, шыдам бер, сабыр қылайын. Жаралы болған жүрекке дауа бер, жамап сынайын. Махаббат шіркіннің дастаны бітер ме? Жастық шақтың қызуымен талай. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы, қолымды дөп сөрмесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Өзімді басқа шауып төс көрледім, қазаққа қара сөзді дес бермедім. Еңбегіңді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім. Ағасы, өлді деуге бола ма? Ойландаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған.